Сабақ тақырыбы жүйке жүйесінің бөлімдері. Жұлын. Жүйке жүйесі мүшелері орналасу және атқаратын қызметі бойынша бөліктерге бөлінеді. Орналасуы бойынша кестеде көрсетілгендей, жүйке жүйесі екі бөліктен тұрады. Ол орталық жүйке жүйесі және шеткі жүйке жүйесі. Орталық жүйке жүйесі қысқаша ОЖЖ деп аталады және оларға ми, жұлын жатады. Шеткі жүйке жүйесі қысқаша ШЖЖ деп аталады. Оларға жүйкелер, жүйке түйіндері, жүйке ұштары жатады. Желілі жануарлар, яғни омыртқалы жануарларда неғұрлым жоғары құрылымды болса, мысалы құстар, сүтқоректілер, оларда ми соғұрлым үлкен рөл атқарады. Ал керісінше қарапайым болса, мысалы балықтар мен қосмекенділерде, оларда жұлын соғұрлым үлкен рөл атқарады. Жұлын омыртқаның жұлын ми өзегінде орналасқан және жұлынның сыртынан үш қабықшамен қоршалған. Олар жұмсақ қабық, өрмек қабық, қатты қабық. Қабықшалар қорғаныштық әрі тіректік қызмет атқарады. Қабықшалар арасындағы кеңістікте жұлын ми сұйықтығы толы болады. Жұлын ішінде, яғни ортасында, бүкіл жұлын бойында жұлын өзегі өтеді. Онда жұлын сұйықтығына толы. Ол қан жасушаларынан ми жасушаларына қажетті заттарды береді, ал ми жасушасында түзілген зиянды заттар алдымен осы жұлын сұйықтығына, одан кейін қанға түседі. Жұлын өзегінде көбелек тәрізді сұр зат қоршайды. Сұр зат нейронның денесі мен дендриттің шоғырлануы болып табылады. Ал сұр заттың сыртында ақ зат қоршап тұр. Бұл аксондар шоғыры. Сұр зат мүйізінен ақ заттың алдыңғы және артқы тамыршалары тарайды. Және олар мидан бұлшық етке жүйке импульсін жіберіп, жиырылуға, белгілі бір команда беруге және миға сезімтал жасушалардан, рецепторлардан ақпарат өтеді. Жұлынның негізгі екі қызметі бар. Ол рефлекстік және өткізгіштік. Рефлекстік қызметтері, яғни сұр затта кейбір рефлекстің орталығы болады. Рефлекс ағзаның жұлын ми қатысында әсерге жауап беру реакциясы. Мысалы, қолды тартып қалу, немесе аяқты жиыру секілді. Адамның жұлыны ең қарапайым рефлекстерді орындайды. Мысалы, тізе рефлексі. Өткізгіштік қызметі дене мүшелерінде орналасқан шеткі жүйкелер мен ми арасында жүйке импульсін беру, немесе өткізу. Жұлын зақымданған кезде, зақымданған жерден төменге қарай сезімталдық толық жойылады. Енді оқу тапсырмасы. Кестеде берілген жұлынның бөліктерінің құрылыс ерекшелігі мен атқаратын қызметін сипаттап жазыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.